Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тауық етінен дайындалатын дәмі керемет палау рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен тауық етін жуып, оның терісін алып, мінекей осындай орташа бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін 2 орташа пиязды өздеріңіз көріп тұрғандай жұқалап тураймыз. 3 орташа сәбізді шамамен 700 грамдай шықты. Мінекей осылай тураймыз. Мен жіңішке етіп турағанды ұнатамын. Сіздер әрине өз қалауларыңызша тураңыздар. Ал күрішті жақсылап жуып, салқын суға батырып қоямыз. Ал енді қызып тұрған қазанға сұйық май құйып, алдымен пиязды әдемі сары түске енгенше ең қатты отта жақсылап қуырып аламыз. Қуыру барысында міндетті түрде араластырып тұрамыз. Ең бастысы пиязды күйдіріп алмаңыздар. Мінекей достар, осылай қуырсаңыздар жеткілікті. Пиязды қуырып болғаннан кейін тауық етін салып, оны да жан-жағынан жақсылап қызартып қуыру керек. Тауық етін қуырып болғаннан кейін сәбізді салып, сәбіз жақсы жұмсарғанша қуыруды жалғастырамыз. Әрине міндетті түрде араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Мінекей достар, сәбіз жұмсарды. Қазір тамақты тұздап су құямыз. Қанша кесе күріш басатын болсаңыздар, сонша кесе су құю керек. Мен 3 кесе күріш басамын, демек 3 кесе су құямын. Енді барлығын бір араластырып, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнап бастағаннан кейін қазанның астын ең баяу отқа қойып, 20-25 минуттай баяу отта пісіреміз. Уақыт өткеннен кейін мінекей осылай қайнап тұрған, яғни майсыз жерінен тамақтың тұзын тексереміз. Енді отты орташадан сәл жоғарға қойып, тағы да қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін күрішті салып, мінекей осылай бетін тегістеп шығамыз. Қақпағын жауып 10 минут сол орташа оттан сәл жоғарғы отта пісіреміз. 10 минут өткеннен кейін су толықтай тартылды. Енді күріштің бетін мінекей осылай көріп тұрғандарыңыздай аударып, дәл видеодағыдай тегістеп шығамыз. Ал енді қазанның астын баяу отқа қойып, күріштің бетіне сопақ тарелка жауып, осылай кішкене басып, қақпағына мата орап, тағы 20 минут пісіреміз. Мінекей достар, 20 минуттен кейін күріш дайын, керемет болып шықты. Қазір оның етін бөлек ыдысқа салып аламыз. Етін алып болғаннан кейін күрішті жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, кереметтей палау дайын болды. Өте оңай және тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге және жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.